Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерменен ерекше таңғы ас сырники рецептісімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар, сырники жасап үйренейік. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Құрамындағы ингредиенттердің барлығы қолжетімді. Бірінші жасағаннан шығатын рецепт. Сырниктер үшін сүзбенің сапасы өте маңызды. Творог міндетті түрде құрғақ болу керек, ешқандай да сусыз, суланбаған болуы қажет. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып аламыз, қантымызды саламыз және оның барлығын блендермен жақсылап езіп шығамыз. Блендермен езу міндетті емес, сіздер егер блендер болмаса, қарапайым шанышқының көмбегіменен жақсылап езіп, осындай консистенция шығарсаңыздар болады. Енді дайын болған консистенциямызға ұнымызды салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Онда көрсетілген мөлшерден артық қоспаңыздар, міне бізде осындай болып шығуы керек. Енді жұмыс үстеліне ұнымызды сеуіп, қолымызды оңға матырып аламыз. Қасықтың көмегімен бір қасықтан сырникимізді жасауға кірісеміз. Міне қолымыздың осындай қимылдарыменен сырникиді жасаймыз. Дөңгелек формаға келтіреміз. Домалақ қылдырып жасау міндетті емес, сіздер қалаған формада өздеріңізге ыңғайлы болса жасасаңыздар болады. Міне осылай әдемі шықты. Өзімізге қажетті мөлшерді алып пісіреміз, қалған артық бөлігін мұздатқышқа сақтаймыз. Майымызды құямыз. Бір-бірден салып шығамыз. Қақпағын жауып пісіреміз. Мұздатқышқа сақтаған кезде міндетті түрде астына пергамент қағазын салыңыздар. Сол кезде асты жабыспай, өзінің формасын жақсы ұстап сақталады. Алынған кезде оңай алынып, піскен кезде жаңа жасалған сырниктен ешқандай айырмашылығы болмайды. Бір жақсысы, қамырын кез келген уақытта дайындап, мұздатқышқа қатырып қоятын болсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Асыққан кезде пісіре салып, уақыттарыңызды үнемдеуге көмектеседі. Таптырмас шешім деп ойлаймын. Піскеннен кейін сырниктарды өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеп, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Мен мына жерде сгущенное молоконы пайдаландым. Және өздеріңіздің үйлеріңізде қандай жемістер бар, соларды пайдаланып қойсаңыздар болады. Ол да міндетті емес, барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен бұл жерде анарды қостым. Өте әдемі көрінеді. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша. Бұл тағамды жылы күйінде жеп көрсеңіздер, дәмі өте дәмді болып шығады. Мен дәміне қарай қант ұнтағын пайдаландым. Ол да сырниктерге өзіндік бір дәм беріп, ерекше қылдырып тұрады. Міне бізде осындай әдемі таңғы ас шықты. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан өте ерекше дәмді болып шығатын панкейктердің рецептісін де таба аласыздар. Міндетті түрде жасап, дәмін көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бұл жасалған порциядан менде шамамен 20 талдай шықты. Артылған бөлігінің барлығын мен мұздатқышқа қатырып қойдым. Бір жақсысы, оны сақтай берсеңіздер болады. Болашақта каналымда қандай рецептпен бөліскенімді қалайсыздар, міндетті түрде пікір қалдырып жазып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Астарыңыз дәмді болсын, назарларыңызға рахмет.